Ассалаумағалейкум. Қалайсыңдар менің көрермендерім? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз автоматтарды қалай таңдау керек монтажка жасаған кезде. Мысалға алатын нәрсеміз сол үйдің монтажкасы. Автоматты біздің алдымыздағы сабақтарда өттік. Білмесеңдер, мен каналыма тіркеліп қарап кетсеңдер болады. Автомат деген не, оның нелері, белгілері, маркировкалары. Және де бүгінгі өтетін сабағымыз сол автоматтарды үйге монтажкаға қалай таңдау. Автомат жалпы біздің үйдегі проводканың, сымның балқып кетпеуінен сақтайды, және сол сымда қысқа тұйықталу болмауынан сақтайды. Қысқа тұйықталу болған кезде соны ажырататындай қылып сақтайды. Ол біздің жаңағы автоматты ажыратқыштың бізде екі защитасы бар: тепловой защита және токовая отсечка. Тепловой защита дейтін жаңағы сол бізде үйдегі пайдаланып отқан проводкіде сымда көптеген қуат күшін алатын электроприборлар қосылған кезде ол оған арналмаған болып, ол жаңағы сым ысып балқып кетпеуден сақтайды. Сол кезде бізде автоматта тепловой защита срабатывать етіп, перегруз защитасы срабатывать етеді. Екінші защитамыз енді токовая отсечка. Ол токовая отсечка дегеніміз жаңағы сол проводкіде қысқа тұйықтау болған жағдайда короткое замыкание, КЗ, сол кезде ол айырады. Және де осы автоматты адамдар таңдаған кезде мына нәрседен қателеседі. 16-лық автомат үйге орнатып жатырмын деп ойлайды да, 16-лық автоматты орнатады үйге, и сол 16-лық автоматты орнатқан кезде 16 амперге дейін менің тогым жеткен кезде ол автомат айырады деп ойлайды. Олай емес. Мысалы 25-лік амперлік автомат орнатады, и тогым менің 25 амперге жеткен кезде сол автомат айырады деп ойлайды. Көп адамдар осылай ойлайды. Ол қате түсінік. Жаңағындай айтып кеткенде автоматта екі защита бар дедім ғой. Соның бірінші защитасы мысалы тепловая защита. Ол тепловая защита бізде перегруз болған кезде. И оның өзінің талаптары бар. Сол тепловая защита срабатывать ету үшін жаңағы біздің номинальный тогымыз бар, мысалға алған 16 амперіміз, сол 16 амперді примерно 1/2-ке көбейтуге болады калькулятормен да. Мысалы 16 амперді алдық, 1/2-ке көбейттік. Қанша ампер шықты, сондай ток болған кезде ғана ол айырады перегруздан. Либо тағы бір оңайсы болса 25%. 25%-ге көбейтесің, 16 ампер 25%-ге көбейттің, 20 ампер шықты ма, мысалы, сол 20 амперде ол перегруздан айырады. Және де тез емес, белгілі уақыттарда. Бір белгілі уақыт тұрады, содан кейін барып айырады. Ал екінші защитамыз токовая отсечка. Ол біздің қысқа тұйықталудан, КЗ-дан сақтайды. Оның да талаптары, ол номинальный ток бізде автоматта 16 ампер ба, сол 16 амперді грубо санаған кезде, жобамен айтып отырмын, 6 есе көбейтеміз. 6 есеге көбейткен кезде қанша ток болады, сондай ток болған кезде ғана ол 16-лық автомат айырады. Қазір сендерге көрсетіп беретін видео міне, түсінікті. Так, міне, мысалға алатын болсақ, 16-лық автомат, 16-лық автомат, оның перегрузы қосамын, грубо айтқанда, 25%, 20 ампер болған кезде ол перегруздан айырады. Және ол сразу айырмайды, белгілі бір уақыттардан кейін айырады. Ал осы 16 ампер отсечкеден, қысқа тұйықталудан көбейтеміз 6 есеге, 96 ампер болған кезде ол қысқа тұйықталудан айырады. Мысалға 25 амперлік автоматты алайық. Перегруздан ол 25% болған кезде 31,2 ампер болған кезде 25 ампер автомат. Сонда ғана ол белгілі бір уақыттардан кейін перегруздан айырады. Сол 25 амперлік автоматымыз қысқа тұйықталудан 6 есеге көбейтейік. Орта есеппен айтқанда, грубо 150 ампер болған кезде ғана ол сымның бойында. Сол кезде ғана қысқа тұйықталудан айырады. Конечно, қысқа тұйықталу болған кезде ток короткое замыкание үлкен болады. Осы ток соның ішінде жүру керек. Жаңа көргеніңіздей видеодағыдай осындай жағдайларда ол айырады. Сол үшін автоматты таңдаған кезде қателеспеуіңізді сұраймыз. Ондай қате түсініктер болмасын.
Және де автоматтарды таңдаған кезде көбінесе айтарым, менің алдыңғы сабақтарымда да өтіп кеткендей, егер де көрген болсаңыз, С дәрежесін алған жақсы. Көбінесе біздерде итакта базарларда сатылатын С дәрежелі автоматтар. С16, С25 дейді да. Ол туралы біздің алдымыздағы сабақтарда өтіп кеттік. Қызық болса мен каналыма кіріп, сол сабақтарды тыңдасаңыз болады. Және де осы видеоға қосып кететін нәрсем бонус ретінде енді монтаж жасап жатсыңдар ғой, енді егер де монтаж жасап жатсаңдар или сол туралы білгіңіз келсе, тағы да бонусный видео салып кеткен боламын. Мынау в общем примерно грубо шығарып қойған нәрсе. Әр жерде ізденіп жүрмесін деп, оңай болсын деп, әр адам өзі жаттап алса, монтажкеде оңай болады. 1,5 кабельдер миллиметрі сечениесі 1,5, 15 ампер көтереді, және бойында қуат күші 2200 ваттай көтереді. 2,5-тықтар 25 ампер көтереді, кабельдің күші бойынан аққан тоғы 25 ампердей көтереді, және осындай 3300 ватта көтереді. 4-тік 40 ампер, 6-лық 60 ампер. Осындай ваттағы. Мына жердегі бұларды қысқашада айтуға болады. 2-де 2 киловатт, 3-те 3 киловатт, 5-те 5 киловатт, 8-де 8 киловатт. Бұл грубо жазып қойған нәрсе. Грубо. Осы нәрселерді біліп жүру керек та. Және мыналарды освещениелерге пайдаланады, 1,5-тықты көбінесе, 2,5-тықтарды үйдің ішіндегі розеткілерге пайдаланады, бөлмелердегі 4-тік кабельдерді көбінесе кухняға пайдаланады. Именно кухняда барлық жерде емес, пештеріне, тоқ пешке, сондай бір зат пісіретін нәрселерге сондай көп нагрузка алатын. 6-лықтар көбінесе в одной кабельге үйлерде. Ақпарат. Осындай видео, бонустық араға видео қосып кетіп жатырмын. Енді қорытындылай келе қандай автоматтар таңдауымыз керек? Жаңағы берген информацияларға байланысты, ақпаратқа байланысты. Совет берем, үйдегі освещениеге, жарық шамдарға 10-дық автомат орнатқан жақсы. Үйдегі розеткілерге, комнаттағы розеткілерге 16-лық автомат орнатқан жақсы. Кухнядағы жаңағы пеш бірдеңелерге, соларға 25 болмаса 32. Бірақ 32 көп болып кетуі мүмкін, 25-те жарайды. Тоқ пештерге. И жаңағындай нелерге обогреватель, мысалы жаңағындай үйде не тұр, су жылытатын аппаратуралар, кондер дейтін сияқтыларға, кондерға 16 да болады негізінде. Обогревательдерге 25 ампер орнатып кеткен жақсы. Себебі одан көп ойранататын болсақ, біз ол автоматтардың өзінің защитасы жасайым дегенше, ол бойындағы кабельдер балқып кетеді. Бізге ол нәрсе керек емес. Кабель балқыса, сымдарымыз балқыса, ол бізде үйде өртенуге алып келеді. Осындай ақпараттар сізге жеткізуге тырыстым. Сендермен болған Адик электрик десе де болады. Парақшама тіркеліңіз, видеоларыма лайк басып кетіңіз, білімді болуға тырысыңыз.